қалады екен. Күшті адам еді ата. Бір күні шарбаның сары ауыр. Сол жай. Доғдырға жіберіп деп отырмыз. Тез кездесіп қалды. Өзің кетеді. Мен қайкен биттері бар. Соны әкеп берейін, соны бердім. Қайкен екен. Нән бит жақ. Көрсетпей Уақытта бит болады ғой. бит болған жақсы. Иә, сары аурудың бірден бір емі қойын. Кәдесін бетін қарап, кірін жуып берген адам біледі ғой енді. Басқаның бетін шығам деп қояды. Сол кезде бит болады шынымен де. Бит деген біразға дейін болды ғой, берірекке шейін болды. Біздің енемде сөйтеді, ешқалтай беттен толып тұрады да, кейін жуамыз ғой. Сол ерінбей сырап отырған бит. Сіркені айтсайшы, аппақ болған, сырт ететін. Себебі синтетикалық кетініміз. Давлениен болып отқан биттің жоқтығын. Иә. Қанды тазартып тұратын болып тұрған ау. Жаман қанды сорып алып бет, иә. Нұрғаза екеуі кішкентай не ашып, бәсіттік та сол. Сонда күләустің бір түрі ғой. Иә. Соны қайдан осыны ойлаймын. Енді Алла тағала біреуіне қол өнер берген, біреуіне емшілік берген, біреуіне жаңағы бала қарайтын емшілік беріп тұр ғой, түгел ұрпақтарының барлығына беріп тұр ғой, құл емес болып тұр сонда. Себебі соғатан мәстік біргені әсін кесін ойлап. Жоқанша бәтегі кейдік қой. Бәтегісін кейдік, қара бәтегінің етігін кейдік, аяғым сабаққа кейдік барады. Сарайда бар ғой атамның көшкенде соның бәрі енді сарайдың ішінде ғой түгел тұрсымен енді ана бөтен адам келмейді. Жаңағы кімдер келді ғой сары қайнағаны Балдар, иә. сабырлар келген. Сосын күнген Нұрекеңге айттым жаңағы мынаның ішіне сарайдың ішіне керегін ал енді. Керек зат, керек емес қалды солай. Сонда кілең етіктері, қалыптері, баяғы кен сол заттардың бәрі тұр. Соның бәрін жинап алатынымыз ғой. Анауын жұрт дейтін баяғыдан қалған мәсті, затты шығарып отыр. сонда алып кететін адам. Неге алып кетпедіңіз енді? Апа, сіз деген оның қолында болдыңыз. Ол кісінің тікенін көрдіңіз. Көрдім. Ал Лаура болса екен, кеше келіп көрмеген. Сіз өзіңіз жинап жүріңіз керек қой енді. Енді Ақтауда қаяққа апарамыз деп ойлаймыз ғой сонда. Жұрттар Түркістан жақтың адамдары керек деп ойламады ғой. Сояқтан алып кетті ғой. Алып кетті. Музей қылып қояды дейді. Қазір Жеңісбегіміз қамшы өреді. Жеңіспегенде ол бәрін жасайды. Иә. Неше түрлі жаңағы ағаштан түйін түйетін шебер болды. Ол енді өзім біздің атамыз жақтан келіп жатыр. Нағашы атасы да шебер адамдар ғой енді. Содан да келіп жатыр. Шебер, иә. Жеңіспек мәнбет әдемілеп, бәрін қарап. Ерінбеген етікші болады деген ғой, сол кәдімгі қолы деген мықты. Тастамайды ол бәрін кәдімгі сық етіп жасайды. Ар жағында бар бірдеңе жұғады ғой, қалай болады. Ана біздің Қуанбегіміз де сондай ғой. Қол шебер. Қол шебер болғанда тәй-тәй. Үндемей отырып істейді. Амантай айтады, мына алмаған біздің кәке дейді. Кәдімгі үндемей. Мысалға Амантай айтады, нен дейді да? Мен ана үлкен нағашыма тартқанмын дейді. Мен айтқан ісімді бәрін айтып отырамын дейді. Мен мынандай жасадым деп. Bir жағында мақтаншағым бар дейді. Еменелерге тартып кеткен дейді да. Нағашыма тартып кеткенмін дейді да. Ал біздің Қуанбек тура аумаған кәке дейді да. Ол кісі үндемей істейді дейді түгел барлығын. Кейде Қуанбекке бір нәрсе тапсырып ұмытып кетіп біраздан кейін соқсам, сен келмедің ғой мана хабарлайды. Мен тәте баяғыда істеп кеткенмін деп айтады дейді. Болды дейді. А біздің мына Эльмиркада солай. Шебер қолдан істемейтін жоқ. Мына Эльмирада түгел жасайды барлығын. Атына зат сай деген білесіңдер ме? Зат сай адам атына. Атына зат сай, иә. Мамасы Эльмир кетті ғой. Эльмир не жасың? Ертең мен көлігім ілмелейді. Ілгем тіреді де қуаша. Иә. Сол кеттім ау енді. Иә. Ана барлығы ұрпаққа тараған ғой. Фирузада қолынан келеді істі, тіге қояды. Салтанат та сөйтіп тіге қояды, қолынан келеді барлығы. Эльмира деп қойған ғой атымды, Эльмира дейді, көйлегімді ілмелеп тігеді дейді. Біз айтамыз, қалай ілмелеп тігеді десек, енді ілмелеп тұр ғой, жаңағы моншақтың түр-түрін тігеді қазір. Зат сай деген осы деймін. Оны келсем, тігер. міне осындай затымен тігетіндер. Одан да күшілен тігеді. Оның ана Эльмира дейді.
Туу жеңеше Элмира емес, ол Элмира десек. Жоқ дейді. Элмира дейді. Элмира дейді. Элмира дейді. Ол менің көйлегімді ілмелеттік. Содан деген достан бір-екі былтыр алдыңғы жылы екен ғой. Мына Элмира айтты, жаңағы тігіп бастап мынаны жаңағы шеберлік артқан сайын. Мен деген мамам деген сөйтіп атымды сөйтіп қойып кетті ғой енді. Мен енді ол мамам жоқ, мен мамамның қолындағы үлкен мамам. Соған деген өзімнің қолымнан шыққан мына өнерімді бергім келеді деді. Содан апа мамасына берді. Апа қайда? Мінекей. Мына үлкен мамасы өзінің. Мына апаға. Осыған арнап өзі жаңағыдай мынандай ілмелеп тоқыған нәрсесін берді. Ал жақсы деді. Дегенің шықсын. Өзінің көңілінен шыққан нәрсе ғой. Берсең бере бер деп сонымен берді. Менің қолымда бір қайыным жатты, шетпеден. Төрт оқиды. Сол кезде ақшамыз бар ма, жоқ па білмей. Дүкен бар ма? Жағаға киімді алып бермеген. Аяқ киімі жоқ жамына атама. Тіке. Суреттерді алып қойғым керек қой, енемде де бар сонда деді. Иә. Қайда алған білмейді. Жоқ, ана шешем студияда шешем дейтін бар ғой. Мен келген уақытта сол етікті киіп жүр, сондай. Бар еді. Иә, соны кіркім келіп жаңағы кісінің аяғына қарайтын едім мен. Арасында күшті қылып киіп алады жаңағыны деген. Атам тіке, не тіке. Осыны кәлеш дейді ғой, кебіс тігеді. Кебістіңді менің әкемде тігетін еді. Мына кебістің ненің бәрін шоңқайметік дейді, ол аттан өсіген үкшелетіп. Мен әкемде тігетін еді. Шоңқайға, мамның шоңқайметік қой. Соны ғанадай біз... Сенің де бабаң шебер дейді ғой. Соны бізді бір қайың дейтін ағашты кеспек-кеспек қылып, ол ата мына Долғой деген екінші классымен Долғойда оқыдым. Долғой дегенде жаңағы Асқарбай ағамның Торжан ағаш апам сол үйде жатып оқыдым. Сонда жаңағы бүгін мотор келеді дейді. Асқарханнан келеді, мотор келген күні ол дейтін Долғой өсігін қарайдан басқа. Иә. Долғойдың елі дейтін жаңаға шығып құдай қарық болады. Манағы өсігінгі таймата дейді, ұрулон ғой енді өсігін. Иә. Шыт келеді. Сосын Торжан апам келген шытта. Оларда Ақсұлу, Нұрсұлу деген қыздар бар. Соны әрқайсысына мына соны бөледі. Мына қызға тігіптер. Теңге деген жеңгеміз бар. Асқарбайдың кемпірінің аты Теңге. Ол да базардың қызы. Соны мына бөліп береді. Мына қызға тігіптер, ана қызға тігіптер, мынаған тік, мына тайматаны келген күні бөледі. Тамақтың түрі келеді жаңағы Асқарханнан. Соны Асқарбайын ағамыз жаңағы әрі туған бөлеміз ғой енді. Бұлай ағамыз. Жаңағы бастық Шора дейтін кісі бар, соның жаңағы несі. Заместитель жаңағы. Асқарбай ағамыз. Шетелдегі Шора ма? Жоқ, Шора дейтін Қалабай деген кісі болды, бектеміз. Бектеміз дегені бұлар. Жаңағы әйелі бектеміз, бұлай Шора деген әкеміз құрмады. Қалабай деген. Долғойдікі өлді, сол бұлай кетті ғой, бәрі жоқ болыптар. Сол негізі біздің жәнияның туған нағашысы. Жаңағы несі? Ағасы ма? Әйелі сол туған нағаш апасы жаңағы. Шораның кемпірі. Қанын дейтін шешеміз. Сол үйде жатып оқыдым мен жаңағы мына Асқарбай ағамның үйде. Сонда не айтып жатыр едім енді. Жаңағы. Аймата келіп бөліп береді. Бөліп береді. Сосын жаңағы біздің әкеміз мал бағады. Мал сойып апарады Долғойға. Сосын ол уақыттың былғарысы деген бар ғой, мына кілем сияқты бір қап-қалың қара зілдей жаңағы қара былғары келеді жаңағы Асқарханнан. Соны жаңағы менің әкем жаңағы түйеге артып апарады, ет апарады да қайтарда жаңағы нәм қара зілдей жаңағы былғары алып келеді. Сосын ол уақыттың балықтары дейтін мына көрпешеден үлкен болады. Иә. Нәм қызыл балық. Соны бүйтіп қақтаған еді. Қызыл балық артып алып келеді. Манағы әкеміз.
сосын жаңағы қайың ағаш дейді, қайың ағаш мынадай кеспелтек ағаш кесіп әкелетін шығар енді. Осындай кеспелтек ағаш әкеледі. Соны қойға барады, мен еріп кетемін сірә. Сосын мана барғасын соны шеге жасайды дейді. Жаңа қайың ағаштан ба? Қайың ағаштан мынадай қылып қана үлкен құттай оттықтың қазіргі Сол қаймалардың табаны шеге жасайды. Соны мен теріп ақтарбаға салып отырам. Соны мен жасайды, соның жаңағы шегеменен манағы ненің бәріне ою салады мана. Сіріге сосын мұнараға жаңа бүлдіргі дейді, мана не шашақ салады мына екі қапталға. Берегіне кірген жаңа разия дейтін сарғасқа дейміз. Мына байгөреңнің кемпірі киіп жүрді. сол қайнағаның етігі деп керегінің басына іліп жүрді баяғы шоңқайым етіп берегіне кіргенше. Киді ол басында. Иә, о да кетті. Сондай жаңағы жүргенде салт етеді мына несіне. Өзі де сатылап жүретін еді. Сөйткен бала күніміздегі бәрі. Иә, ол жақсы. Сосын күміс дейтін апам бар, солардың бұқалтыры. Оның осы менен анадай жерде, мына әулиенің ар жағындай жерде қайшық емес. Күміс деген Темірханды да білетін шығарсың сен. Темірханның апасы күміс деген. Соның үйі бар. Қатынап тұрам арасында. Апам үйді бандысында барам. Кешке қарай күннің қызылы семе қойған жоқ. Осындай күніне қызарып келатқанда жүгіріп сол апам үйіне қарата жүгірдім. Екі оқимын. Жүгіріп бара тұрам, алдымнан мүйізді биткен бір көк ешкіме текеме бірдеңе шығады. Сосын бүйтіп, анадан кішкене жасқанып бүйтіп қалып еді. Ол тек жүгіріп келді де менің мана кіндігімнен сүйіп кетті. Сосын шалқамнан сұққылап қалдым, қайтсам жаңағы не жоқ, ешкі жоқ. Үйге қайта жүгіріп келдім. Сосын Торжан апам, "Ей, бар болғыр, кешке қарай шықпа дедім ғой мен саған. Бар болғыр. Ана көктөкеге жолыққан ғой бұған, көктөкеге жолыққан ғой" деп. Сосын мана мені аластады ма, қақты ма, сілікті ме бірдеңе. Мені мана кешке қарай шықпа, күнге талас неге шығасың? Дұрыс ешкім екен әлде? Жоқ, басқа бұлай не екен. Дұрыс ешкі емес екен. Сондай бар деп. Көзіне көрініп тұрған ғой. Көзіне көрінген ғой сондай. Сондай бірдеңе. Әлеке. Мана айту мені аластап, әрі-бері қақшылап, ендігі шығып, күнге талас шықпа үйтіп. Деп бұйырдың сондайы бар деп манағы. Ондай білмейміз ғой біз. Ана мектеп бар, мектептің несінен кешке қарай осы өсіңгі олата жаңағы не дейміз, қобыз дейміз, жаңағы бір гармошканың дауысы шығар, кешке қарай бала тарағаннан кейін мектебі бар үлкен. Сондай етті ол ғой, өсіңгі қара жамбас қой енді. Өсіңгі қара жамбас қалдары бар, несі бар. Олата жаңағы біз жер үйден басқа адам көрмеген, ана бір шипірлаған үй бар. Сосын жаңағы терезенің сыртынан ағаш қақпағы бар. Жатқанда терезенің сыртынан ағаш қақпақты жабады дейді. Иә, орыстардың тұрған жерлер, орыстардың үйлері. Бұл форт емес па? Форт Шевченкідегі емес па? Жоқ, долгой деген. Шевченкіге сосын артынан көшті ғой бұлар. Сол жерде отырғанда өнер деген дүкені бар, жаңағы су ішінен келеді, жаңағы мотор келеді дейді. Сол мотор Астраханнан келеді екен.